Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанарбай Мырзаева. Бүгін 9 сынып оқушылары үшін биорганикалық қосылыстардың сапалық талдауы бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бұл жиынтық бағалау 1-ші тоқсанға арналған нөмір 2-ші жиынтық бағалау тапсырмалары. Бірінші тапсырма металл катион мен оның жалынының түсінің арасында сәйкестікті орнату. Натрий плюс бізде сары түсті мен жанады. Калий бізде күлгін. Литий кармин қызылмен. Келесі рубидий. Қызыл. Сонда 1А болып тұр. 2С, 3Д, 4Е. Келесі, аталған катиондарды жалын түсіне сәйкес жазу. Бұл бізде бірінші бұл бізде стронций. Жасылмен жанатын бұл барий. Сарымен бұл бізде натрий. Келесі тапсырма шынайы немесе жалған тұжырымдарды анықтау. Темір ионына сапалы реакция сары қант тұзымен реакция. Өтірік жалған демек өткені бұл жерде қызыл қант тұзы қолданылады. Мына жерде false болады. Келесі тунбуа көгінің, турбюлен көгі ғой, пайда болу ерітіндіде темір иондары бар екендігін анықтайды. Дұрыс, true. Келесі темірді анықтау үшін қызыл қант тұзы қолданылады. Темір үш ионы өтірік, яғни дұрыс емес. Бұл жерде бізде сары қант тұзы қолданылады. False болады. Келесі мысты ерітіндіде жасыл көгілдір жалынның түсі арқылы табуға болады. Дұрыс. Шындардың қасына жазып қоямын. Келесі тапсырма. Галогендердің иондарын астын сызу және оларға сапалы реагенттерді дөңгелектеу. Хлорид ионы, галоген ион, бромид, йодид. Осы үшеуі жатады мына жерде. Сульфат, фосфат, нитрат, силикат жатпайды. Галогендер дегеніміз 7-ші атомдағы элементтер. Оған сапалық реагенттер күміс тұздары. Сульфат және хлорид аниондарға сапалық реагент анықтаңыз және оларды белгілейміз. Сульфатқа бөлек, сульфатқа барий тұздары, екінші хлоридке күміс тұздары. Демек 1 мен 3 дұрыс жауап. Химиялық зертханада 26 грамм мыс сульфаты бар ерітіндіге 15 грамм мырыш үгітіндісін қосып, пайда болған мыс массасын есептеңіз. Қандай зат артық екенін анықтаңыз. Алдымен реакция теңдеуін жазайық. Купрум С4 плюс мырыш тең мырыш сульфаты плюс купрум. Екі заттың да шамалары берілген, жазып қоямыз. 15 грамм 26 грамм. Астына малярғы массаларын жазып шығамыз. 160 грамм, мұнда 65 грамм. Мыстықы X грамм және 64 грамм. Енді зат мөлшерлерін табамыз. Бірінші бөлігі деп белгілеп қояйық. Сосын маған екінші бөлігін жазатын боламыз. Зат мөлшері купрум С4-ті табамыз.
тең болып тұр. 26-ны бөлеміз 160-қа. 0,16 моль. Зат мөлшері мырыш 15-ті бөлеміз 65-ке. 0,23 моль. Қайсысы үлкен болады? Мырыш үлкен болады. Демек бізде есептеуді мырыш үлкен болса көпірмесе 4-пен жүргіземіз. 26-ны көбейтеміз 64-ке, бөлеміз 160-қа. 26 көбейт 64 бөлу 160. Онда 4 грамм. Онда 4 грамм мыс түзіледі екен. Және қайсы артық қалады? Бізде артық қалатыны зат мөлшері көбі, мырыш артық қалады. Енді қанша артық қалатындығын табу үшін тауып кетейік. X 16 көбейту 4 қосу 32 қосу 65. 121 грамм. Мырыш сульфатының массасын табамыз. Тең 26 көбейту 121 бөлу 160. 26 көбейту 121 бөлу 160. 19-да 66 грамм. Енді дельта М мырыш артық қалған массаны табайық. Ол үшін алдымен бастапқы қосылған 26-ға 15-ті қосамыз. Одан азайтамыз. Түзілген заттар 19-да 66-ға қосамыз. Мыс 10-да 4. 26 қосу 15, азайту 19-да 66-ға қосамыз. 10-да 4-ті. Онда 94 грамм. Онда 94 грамм. Мырыш артық. Мына жерде қазір мен басқа түспен бөліп қойайын ноқталарын. Мына жерден сұрақтар болса комментарий бөліміне қойып кетсеңіздер жауап беретін боламын.